Достар деле машинага отурду да, биякачы. Ошону айтыш керек да, э? Жок, айтпайт го эми. Жок, вообще кайсы өлкөнү айтыш керек? Вообще айтпайт, этномедиага чыкты. Ассаламу алейкум. Калайсыздар достар? Бүгүн тағы да бір кайфовый күн болып басталды. Бас. Жүгірдік, қазір енді үйге қарай қайтамыз жүгіріп. Сонымен турник, брусья, отжимание, сонымен домой. Үйге кіріп, арғай пландар бар, солат жасау керек. Жүгіріп келіп, душқа түсіп, үйді жинап тастап, енді таңғы ас ішейін деп жатырмыз. Менің таңғы астарым осындай. Үйдің бәрі топ-таза. Таңғы ас, шай қайнап жатыр. Сонымен кітап оқимыз. Бір 10 бет оқу керек, где-то 10 бет. Күнделікті 10 бет оқып отырып, ары қарай әдет қылып, еще гитарамен өлең айтуым керек қазір. Құрметті достар, құрметті жігіттер қауымы, әсіресе сіздерге қатысты. Өйткені қызығатын пасонан осы жігіттер, жастар бұйыртса, ертеңнің арғы күні 7 сентябрь, 7 сентябрьде Намат файтинг осы үлкен аренада болады. Үлкен төбелес, мықты, өте, андай зрелище боецтер, зрелище бойлар болады. Соның тура рингтің жанында отырғысы келетін адамдар, сол бойды тікелей тамашалағысы келетін адамдар, бүгін кешке қарай мен сол ойға өзіммен бірге баратын бір билетті ойнатамын. Егерде менен Нурдей продукцияны сатып алып, қанша адам сатып алады бүгін, сол адамдардың арасында ойнатамын. Ұтып алған адам менен бірге барады, менен бірге көреміз, менен бірге қайтады. Қырғызстаннан болса мен өзім күтіп алып, ол сияқтан апарам. Алматыдан болса, Қазақстаннан болса да, қаяқтан болса да өзім күтіп алып барам. Тек өздеріңізбен проездеріңіз ғана болса болды, қалған бәрі өз